Әкелер алаңының қонақтарынан біз акапелла бір ән сұрайтын тұғымыз. Ал сіздің ақын екеніңізді білеміз, сізден ән емес, өлең сұрасақ сізден. Қалада мынау еңсемді басып ауырмын, ертеусіз мінген ессіз тірліктен жауырмын. Еркелеп желі өбетін келіп бетімден арайлап ата аңсадым тамын ауылдың. Қайнатып қойып қырғауыл деген құс өтін, кеспе қып турап, түсікте апам ішетін. Көк аспан жерге түсердей болған ыстықта әкемнің еккен әңгелектері пісетін. Көбіге пісіп айырып алған сармайдан, айранның дәмі кетпейді әлі таңдайдан. Түс қайта келіп көлеңкесіне терекпен жиналушы едік, әңгелек жеуге сарғайған. Ақ көңіл жанға бір алла нұрын құйсын тек, бақшада бар ғой, піседі талай жейсің деп жартысын бөліп жұмсайтын әкем көршіге, елге бардан мен олар да ауыз тисін деп. Ұға алмай мәнін әкеге үнсіз қараймыз, барлығымызда бір тойып жеуді қалаймыз. Басымызға бір тілек жетсе мәз болып таңдайға басып, тәтті кем десіп тараймыз. Жүргенде солай жазайы бітіп күз келді, әңгелектерді тараттық елге бізден де. Кейіннен ұқтым, тәрбиелеп сонда кем, жомарт қып әрі қанағатшылық